Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге жасалып қойған торговый өлімінің записі бар. Соны біз полный бүгін тех анализ жасайтын боламыз. Полный разбор жасайтын боламыз. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Бәріңе қайырлы күн ағайындар, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге жасалып қойған торговый өлімінің видео записі бар. Осыны қазір полный разбор жасайтын боламыз. Сол үшін осы видеоны айналдырмай бастан аяқ соңына дейін көреміз ағайын. Өйткені керекті мағлұматтар өте көп бұл жерде. Міне графиканы ашам. Ашқаннан кейін міне қараңыздар. Жалпы тренд төмен қарай ұмтылып келатыр. Міне қараңыздар, жалпы тренд төмен қарай. Бұл жерде мен кішігірім нені көрдім да жаңағы кішігірім скальпингті көрдім. Скальпинг стратегиясын байқадым. Сызып атырым, қараңыздар. Скальпинг стратегиясын байқадым. Төмен қарай кеткен график. Төмен қарай міне импульсивный движение барды, төмен қарай. И төменнен кейін сразу откат. Мен не үшін бұл жерден бүйтіп алдым? Өйткені мен мына жерде предистория дейді ғой, міне өткен шақты байқадым да, қараңыздар. После импульса міне импульстан кейін коррекция жүреді, міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Осы коррекцияға мен үміттендім. Дальше қараймыз, міне еще бұл жерде жаңағындай скальпинг стратегиясы орындалған. Бұл жерде ешқан тренд төмен қарай кетпейді, міне сызып көрсетіп жатырмын, тренд төмен қарай кетпейді. Жоғары қарай деген ғой, тренд төмен қарай, графикі төмен қарай кетеді бұл жерде. Неге төмен қарай кетеді деп ойласаңыздар, міне біріншіден скальпинг стратегиясы тұр, екіншіден мына жерде уровень міне тұр, мына жерде көріп тұрсыздар, уровень сопротивления, локальный уровень сопротивления тұр мына жерде. Осы жерге кеп откат жасайды. Дальше көреміз. Мына қай жерден алатынды да көрсетіп қойғам. Міне импульс кетті, көрдіңіздер. Бұл жерде уже паттерн поглощения орындалып тұр. Міне скальпинг тағы сызып көрсетіп жатырмын сіздерге. Паттерн поглощения орындалып тұр. Может быть, паттерн поглощениеден кейін мына трендовый уровеньді бұзып өтуі мүмкін. Бірақ бұзып өтуі мүмкін емес, айтып тұрмын. Біріншіден мына жерде паттерн поглощения орындалғанымен мына жерде уровень тұр да, міне мықты локальный уровень сопротивления тұр, міне қаншама рет отскок жасаған, қараңыздар, міне мына жерде локальный уровень сопротивления тұр, мына жерде. Осы жерден қанша рет, міне бір отскок, міне екі отскок, міне үш отскок сразу көтеріп тастағанда, и после міне соңғы отскоктан кейін импульс жасағанда сатып алушылар ше, одан кейін сатып алушылардың күші таусылып, сатушылардың көптілігі болғаннан кейін уровень сопротивления импульспен бұзып шықты. Бұл жерде уже бізде жаңағы локальный уровеньнің мықтылығы айтып тұр да, бұл жерде. Локальный уровень сопротивления. Екінші тренд, үшінші жалпы тренд та, міне қараңыздар. Осы жерде міне откат басталды. Ну, негізі мына паттерн поглощения орындалған. Бірақ ана жерде екі ситуация тұрғаннан кейін ол жерден мына жерде уровень сопротивлениені бұзып шығалады деп мен ойламадым да. Өйткені міне локальный уровень мықты уровень тұр, міне еще тренд тұр, еще жалпы тренд тұр. Мына жерде жаңағындай міне жазып отырмын, 50% может быть проходимость болуы мүмкін, 50%. Бірақ 100%, 80% бұл жерде проходимость жоқ. Міне осылай стакымыз плюсқа кетті. Енді келесі видеоны ашатын боламыз. Келесі видео
келесі видеода міне қараңыздар, осыны жақсылап қарап алыңыздаршы, мен ситуацияны қалай іздеймін, осыны қараңыздар. Әр валютаны бөлек-бөлек қарап шығам, бір фигура немесе жаңағындай қос-қосынан паттерндардың нелері орындалатын болса, мен мына жерде кешігіп қалдым, осы жерде кіруге болатын еді. Көріп отырсыздар, мына алдыңғы сабақты айтып өткенде балға паттерны орындалып тұр, осы жерде кіруге болатын еді, бірақ мен кешігіп қалдым, сол үшін мен кірмедім. Маған бұл ситуациялар ыңғайлы болмағаннан кейін, мен көңілімнен шықпағаннан кейін мен кірмеймін, басқа валюталарда қарап отырмын. Бір валютада қатып қалып, сода жасау деген қағида жоқ ағайын. Қараймыз, көреміз барлығын. Қай ситуация ыңғайлы өзімізге, вот соған кіреміз. Уровень сопротивления мен трендовый уровень сыз болғаннан кейін ағайын, болды соған тисе болды, сразу алам деп ойламаңыздар. Импульсивный движение болғаннан кейін, трендовый уровеньге жақындағаннан кейін, немесе уровень жаңа сопротивление болмаса уровень поддержкаға жақындаған кезде өзінің арнайы паттерндары орындалады. Вот сол кезде ғана кіреміз ағайын. Оны ешқашан бет алды, болды уровеньге жақындады, мен мынау дұрыс, осыған кіру керек деген болмайды ағайын. Бұған жаңағындай ойланып тұрып кіретін нәрсе да бұл ағайын. Полный анализ жасап отыр, мені қараңыздар. Арнайы паттерндар, мысалы, қай паттерндар? Молот, поглощение, жаңағы, вот, 3 солдата, 3 вороны, жаңағы, ол уже 3 солдата, 3 вороны деген ол трендтің жалғасы да. Молот, или жаңағы поглощение дегеннің ол жаңағы уровень сопротивлениеге жеткен кезде, сол кезде орындалатын паттерндарда, ол орындалатын паттерндардың екі түрі болады даже. Біреуі жаңағы пробойға, біреуі откатқа. Олардың бәрін жақын арада өтеміз ағайын, еш уайымдамаңыздар, барлығын айтып түсіндіретін болам. Қазір мен сіздерге просто жаңағы өзімнің саудамның полный анализін жүргізіп жатырмын да, анализін жүргізіп қай ситуацияда қалай кіргенді не үшін айтып отыр, соны айтып отырмын да, не үшін кірген, қалай кірген. Мына жерде мен уровень сопротивлениені көрдім, ортасында қараңыздар, мен уровень сопротивлениені байқадым. Осы уровень сопротивлениеден кірдім, то что график төмен қарай кетеді депші. Қараңыздар, мына жерде двойной дно орындалмаған негізі, бірақ мойны құралған паттернның бел ортасына жетіп тұр да, мен сондықтан былай айтқанда көрдім да, орындалам екен, орындалмас па екен. Міне бос паттернға 15 минуттық таймфреймді ашқан кезде, міне қараңыздар, алдыңғы екі свитчада перевернутый молот, төңкерілген бала паттерны орындалып тұр. Одан кейін паттерн жаңағы үстіндегі көлеңкесімен орындалып тұр да, соған сеніп тұрып алдым мен. Трендтің күштілігі алып тұрды, бұл уже уровень сопротивлениеге қарау да мүмкін, қарамау да мүмкін. Қазір оны байқайтын боламыз, бірақ менің ойымша бұл жерде трендтің несі жаңағы мықтылығы ойнап тұр бұл жерде. Болуы мүмкін, шамалы уровень сопротивлениенің бойында ойнауы мүмкін да, бірақ түбінде осы уровень сопротивлениені бұзып шығады. Өйткені не үшін қараңыздар, мына импульсивный движение бар да, мына импульсивный движение шамал коррекция болғанның өзінде төменге қарай кеткен паттерндар өз-өздеріне сенімді емес та. Қараңыздар, мына жерде пин бар орындалған, мына жерде импульс. Жаңағы өз-өздеріне сенімді емес нелер да, өз-өзіне сенімді емес свитчалар мынау. Бұл бізге нені айтып тұр? Бұл бізге уже шамалы уровень сопротивлениенің бойында ойнап, сосын барып в дальнейшем алдыңғы уақытты бұзып,
несі жаңағы уровень сопротивлениені бұзуы мүмкін да, данный момент қазір бұза алмайды ол. Мен ағайын соңғы минуттарда әйтеуір үйтіп плюсқа жаптық. Уверенный емес, бірақ сонда да әйтеуір осыған енді шүкір етіп аламыз да енді. Жаңағында айтып отырмын ғой. Уже жаңағы трендтің мықтылығы алып тұрды бұл жерде. Бұдан кейін қазір келесі ситуацияны іздейтін боламыз. Осы жерде мен жоғарыға кетеді деп алуыма болатын еді, бірақ мен бұл жерде уже анадан кейін көңіл күйім түсіп, уже бұл валютаға жақындағым келмей қалды да. А вот японский иена өзі осындай капризный валюта өзі. Мен ағайын уровень сопротивлениені қойып атқан негізі дұрыс та осы жерде. Қоя берші енді. Ничего, главное бұл жерде мысалы осындай минусқа кірген кезде, мысалға да осындай минусқа кірген кезде өз-өзіңді ұстай білу. Құнығып кетпеу керек та, мен салдым тағы да жарам, үйтем. Бұл жерде ондай болмайды ағайын. Минус бап күніне 2 рет ойнаңыз мысалға, екеуде минус бап, все болды, шығып кетіңіз. Оны түкке оны қуалай берудің қажет жоқ, өйткені сіз уже 3-ші рет салған кезде сіз уже эмоцияда тұрасыз да. Эмоцияға салынған адам өздеріңіз білесіздер, ұтыла береді ол. Сол үшін эмоцияға берілмейміз, құнықпаймыз. Минус па, все, минус. Просадка қыламыз, жаңағындай графиканың просадка бүгін так осындай 2000 теңге тұлдым, все болды. Ертең басқасын ертең отыграюсь деп ше, ертең жеңіп алам, қайтарып алам дегендей қылып. Сол үшін құнығып қайта салудың қажет жоқ ағайын. Мына жерде тренді уровеньді сызып жатырмын, білмеймін не үшін сызып жатқанын, бірақ әйтеуір сызғым келді, сыздым. Енді бұл жерде жаңағы бұл валютаң уже процентта азайып кетті, 30%-ке жаңағы көріп байқасаңыздар. Мына жерде қойдым, реттедім. Міне әрқашан мысалға графика, әрқашан паттерндар уровеньнен уровеньге жүреді. Естеріңізде болсын. Уровень сопротивлениеден локальный уровеньге жүреді. Сопротивлениеден уровень поддержкаға қарай жүреді. Бет алды анда-мында бірден жоғары болса, бірден жоғары болып кетпейді. Ол уровеньнен уровеньге жүреді ағайын. Естеріңізде болсын. Сол үшін әрқашан айтатыным, бірінші графикаға кірген кезде бірінші очередь уровеньді қойып аламыз. Хоть поддержка болсын, хоть сопротивление, хоть локальный уровень болсын, главный уровеньдерді қойып аламыз бірінші очередь. Валюталарды қарап отырмын. Мына жерде трендовый уровень бар. Маған ұнамады, сосын кіргім келмеді бұл жерде. 10 минуттық таймфреймді ашып отырмын, 10 минуттық графиканы ашып отырмын. Сөйтті ең төменгі жаңағы уровень поддержкаға жеткеннен кейін ол откат жасаған екен да. Мен уровень поддержкадан қараңыздар. Мен уровень поддержкадан мына жерде мысалға уровень поддержка болды міне. Қазір 1 минут қайттан графикаға түсейік. Мысалға бұл жерде емес. Мен ағайын осы жерде уровень поддержка бар да, мен осы уровень поддержкада мысалға міне уровень поддержка келді, міне уровень поддержкадан сразу пробой болған кезде бұл ложный пробой болып есептелінеді да. Ложный пробой, өтірік пробой да. Алдау пробой деді. Алдап тұр да, пробой болды дегенде. Ложный деп өзі аты айтып тұр. Алдау пробой деп. Бұл ложный пробой болған, қараңыздар, сразу импульс жоғары қарай кеткен. Бұл уже бізге уровень поддержканың мықтылығын айтып тұр да, күштілігін айтып тұр. Дальше қараймыз. Бұл ситуацияда ұнамады маған. Сосын басқа валютаға қазір кіреміз. Или ұнады ма? Осы жерде болу керек қазір. Жоқ, ұнамады, көрдіңіздер. Ұнамады, сразу шығып кеттім. Шамалы анализ жасадым, менің ситуациямен кеп тұрмағаннан кейін мен уже одан шығып кеттім да.
келесісін қараймыз. Мына уровень поддержкадан қалай отскок жасап жатқанын көріп тұрсыздар. Мына жерде уровень поддержкаға қарай қысылған. Мына жерде бір идеальный ситуация болып тұр екен, мен сіздерге айтып өте салайын. Он 15 минуттық таймфреймді ашқанда, 15 минуттық графиканы ашқанда, бұл жерде мен уровень поддержкада пробой жасалынады деп ойладым да, бірақ бұл жерде мысалы қараңыздар, 15 минуттық таймфреймді ашқан кезде мына жерде бізде жалпы тренд жоғары қарай кетіп бара жатқан трендті, жалпы тренд жоғары қарай кетіп бара жатқан тренд. Бұл жерде бізде максимум қысылып жатыр. Жоғары точкалар қысылып келе жатыр да, былайынан қарай. Мына жерде уровень поддержка бар. Бұл жерде сіздер ойлайтын шығарсыздар, уже бұл жерде пробой болады деп. Жоқ, бұл жерде пробой болмайды ағайын. Бұл жерде графика жоғары қарай кетеді. Бұл үшбұрыштың заңдылығы өзі сондай да, жалпы трендке қарап жылжиды да, бұл үшбұрыш негізі өзі сондай. Жалпы тренд мына жерде жоғары қарай кетіп бара жатса, үшбұрыш осы жерде қысылып, мысалға ана жерде трендовый уровень сопротивления бар, осыны бұзып шығады да жоғары қарай. Бұны төмен қарай бұзады деп ойламаңыздар. Егер жоғарыдан төмен қарай келатқан не болса, график болса, бұл жерде бұзады. Уровень поддержканы бұзып шығады да. Бұл жерде бізде қазір қарама-қайшы жалпы график жоғары қарай кетіп бара жатқан. Мына жерде бізде кішігірім үшбұрыш орындалып тұр да, осы үшбұрышты бізде мына жерде трендовый уровень сопротивлениені бұзып шығады, поддержканы бұзып шықпайды ағайын. Осы естеріңізде болсын, алданып қалмаңыздар тағы да. 15 минуттық таймфреймді аштым, 5 минуттыққа кірдім. Бұл жерде қалай болатынын қазір көреміз. Бұл жерде пробойға деп ойлап қалған болуым керек. Енді 80% анализге, 20% рынокқа байланысты ағайын. Мен сіздерге қазір айтып жатырмын, ол 80% анализда ол, ал 20% ол рынокқа байланысты. Рынок өз-өзін қалай көрсетеді, от соған байланысты. Мына жерде мен ойланып тұрмын, кірсем ба, кірмесем ба деп. Трендовый уровень сызып жатырмын. Мен жоғарғы точкасынан алатын болуым керек қазір. Голд аңдып отырмын, байқасаңыздар, міне пробой бола ма, болмай ма деп астына қарай. Жаңағы үшбұрыштың көбінесе жаңағындай болса жоғары қарай кетеді да ол. Міне үшбұрыштың көбінесе, мысалы жалпы тренд жаңағыдай жоғарыға болды, бұның 50-60% жоғары қарай кетеді. Қалғаны төмен қарай кетіп қалуы мүмкін да графиканың, жаңа уровень поддержканы бұзып ше. Қазір көреміз қалай ойлағанымда, қалай график неғанымда, жаңағы анализ жасағанымда. Айналдырып жіберейін. Ұзақ ойланған сияқтымын ғой. Міне қараңыздар. Өте керемет пример мен сіздерге айтып тұрған. Міне көрдіңіздер ма? Мен осы жерде қателестім. Міне графика жоғары қарай кетіп бара жатыр да уже. Уровень поддержкадан импульсивный движение болғанда жоғары қарай. Мен осы жерде мен ставкамның жартысы кіреді, и мен сол жерде эмоцияға берілмей, сол жарты ставкамды шығарып алам. Или дальше не жасауым мүмкін, сауда саттық жасауым мүмкін, қазір көріп жатармыз. Көрдіңіздер ма? Сол үшін осы міне әдемі пример сіздерге. Үшбұрыштың заңдылығы осы, жаңағы айтып өткен заңдылық, соны естеріңізге жақсылап сақтап алыңыздар ағайын. Бұл жерде мені көрдіңіздер ма? Үшбұрыштың заңдылығы осы жерде. Міне жалпы тренд мына жерде, жалпы тренд
жогары карай келе жатыр. Мына жогары карай келе жаткан трендте эгер мына жерде локальный уровень эмес, глобальный уровень сопротивления болса, мына жерде үшбұрыш төмен карай кетет. Егер локальный уровень болса, бир ортада турган уровень болса, буну жогары карай тесип өтөт агайын. Осы үшбұрыштың заңдылыгын жаттап алыңыздар. Тагы да айтам, жалпы трендке карайбыз. Үшбұрыш заңдылыгы орундалса, биринчи уровень поддержки немесе уровень сопротивлениеге карайбыз. Глобальный уровень сопротивления немесе мыкты уровень сопротивления болмаса, локальный уровень сопротивления болса, значит үшбұрыштың багыты жогары карай кетет деген сөз. Мына көрдүңүздөрмү? Бул жерде паттерндардын мен заңдылыктарын айтып атырмын. Мына осы жерден алдым, жаңа трендовый уровеньге жакындагандан кийин алдым. Экинчиден мына паттерндар орундалган, кичигирим болсо да мол паттерны орундалган. Үчүнчүден трендовый уровень бар. И бул жерде караңыздар. Көрсөтөм ба, көрсөтпөйм ба? Тренд жаңа паттерн жогары карай кетти дегем. Мына пробой деп жазып алгам. Бул скриншоттарда бар. Эгер жаңагындай алдыңкы сабакта айтып өткөнүмдөй көрөм, карайын деп дейтиндериңиз болсо, Telegram каналга салып алам агайын. Бул жерде караңыздар. Уровень сопротивлениеге мына бир тийген, мына экинчи тийген, мына үчүнчү тийген, и потом ложный пробой болгон. Мына караңыздар, ложный пробой болгон, одан кийин мына 4-чү рет деген, ошо тип келе берген да. Значит, бул бизге нени айтып отур? Осы көлеңкелери уровень сопротивления или уровень поддержки тийген сайын, то, что жаңагы уровень поддержки или уровень сопротивления бузулат деген сөз да, жакын арада. И сосын экинчи заңдылык, мына после ложного пробоя наступает истинный пробой дейт. Мына ложный пробойымыз биздин, и мына биздин истинный пробойымыз да. В общем, пробой болот да ошол жерде. Что-то орсам жетпей аткан сыяктуу. Ложный пробойдан кийин мына истинный пробой болот ошол жерде. Азыр карайбыз, көрөбүз. Азыр пробой болот, өздөрүңүз көрөсүздөр. Жалпы трендти көрүп атырмын, кай жерге бараткан, калай басталган, жогору карай умтулган да жалпы тренд. Караңыздар. Мен агайын, мен буну билем, бул ставка походу эсимде калды. Бул плюска чыккан ставка. Эмне үчүн? Өйткөнү жанагындай паттерндын заңдылыгы орундалыптыр, үчүнчү фигура орундалыптыр, экинчи фигура орундалыптыр, үчүнчү жалпы тренд келе жатыр. Осы жаңагы ненин бери мына 3 ситуация бизге канчама плюстар акелиптир да о жерде. Өйткөнү уверенмин, о жерде өзүнүн ставкамы өтө сенимдимин. Өйткөнү 3 ситуация орундалып турган жерде всегда плюс болот агайын. Ар качан биринчи уровеньге карайбыз. Биринчи уровеньге карайбыз. Жаңагы уровень поддержки, уровень сопротивления бәрін коюп аламыз биринчи. Экинчи трендке карайбыз. Үчүнчү паттерндын заңдылыктарына карайбыз. Паттерндын заңдылыктары не болду деп түшүнбөй аткан болсаңыздар, алдыңкы сабактарды бир карап өтүңүздөр. Сол жерден жакшылап үйрөнөсүздөр агайын. Эми сиздерден агайын жакшы максималдуу түрдө поддержка күтөм. Мен сиздерге ал үйрөтетиним көп. Келесі сабақта мен сіздерге жаңағы ложный пробой, истинный пробой деп атырмын. Жаңағы уровень сопротивления, уровень поддержки қандай уақытта бұзып өтеді, қандай уақытта откат жасайды, соның бәрін келесі сабақта үйрететін болам ағайын. Ал ағайын, келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Крейдер. Аман сау болыңыздар.